Акшам шерифлер хайырлы олсын эфирде заман вақты бүгін январының 26-сы ве Қырым ишғалының 1064-ші күнідір. Студияда Муслим Умеров чалыша бізім шымдыке эфирімізде бөлі хаберлер. Қырымда репрессияларының яны далғасы Қырым мұсылманларының евлерінде тинтювлер кечірілер. Адвокат Эмиль Курбидинов экстремизмнен бағылы малюматларының тарқатылуында қабатланыла. Так, вот Эмиля теперь задерживают, что-то ему там предъявляют. Қырымдаки репрессиялар бойсунмағанына қаршы yollanılған интиқамдыр. Ишгалчилер акиметі бірқач мақсат қойғандыр. Бақчысарайда яқаланған Сиран Салиевны экстремизмге қаршы күрешув мерkezіне алып кеткенлер. Оның evінде сабадан тинтюф өткерілгендір. Тәфсилатлыжа мұхберлеріміз біле. Қырамда тінтулер ве Қырым татарларының яқаларының яны далғасы башлағандыр. Сабадан, Сарбақтындан башлап, Русия әскерлері Бақчысарайда Қырым татар милли әрекетінің иштиракчысы Зоде Салиева ве оның оғлы Сиранын еві қамажавға алынғандыр. Айледе үш бала ве ағыр аяқлы қадын бар. Амон хадимлері ев кірашыны қапатты. Салиевлерін қорантасына Қырым татар жымайчылығы қол тұтты. Onlar инсанлар тінтуф өткірілген ерге келділер. Адвокатлар Эдем Семедляев ве Эмиль Курбидинов тінтуф кечірілген евге yol алдылар. ДПС хатимлері оларынан yolını кескендір. Эти сотрудники ДПС не пускают нас дальше. Мы сейчас стоим, хотят куда-то уводить. Салиевлерінің евіндекі тінтуф адвокатсыз кечкендір. Оларны полиция яқалады. Евдесі бір шей тапылмады. Сиран Салиевге бір шей анлатмайып, Ахмечетте экстремизмге қаршы күреш мерkezіне алып кеткендірлер. Тінту вақтында ФСБ хадимлері қоғанта башының мобиль телефонını чекіп алалар. Олар игил ве Хизбут Тахрирнен алақасы бардыр деген мақсатнен дини эдебият қыдыралар хама бір шей тапып оламалар. ФСБ өзлерінен берабер шатлық әтечер шақысларының да кетіргенлер. Дей қайдеті Сиран Салиевнің омыры қадашы. С каким вообще вы намерением пришли? Он говорит, мы так боремся с врагами государства. А я говорю, вы доказали, что мы враги государства? Вы только пришли. Они молчат. Потом, когда главный из них сидит и мне вопросы наводящие задает, я опять говорю, я не понимаю вашу реплику вообще, саму терминологию враг государства. Враги государства в университетах не учатся, детей не воспитывают, в школы, садики не отдают. Бақчысарай махкемесі Сиранны экстремистик малюматларының тарқатылмасында қабатлап 12 күнге яқалады. Бұндан да қайры Сиран Салиевге 20.000 рубле пара жазасы белгіленгендір. Дәйвелі Бақчысарайда Хизбут Тахрир іші бойынша яқаланған салачы қабияханесінің сайбыне қол тұтмаға келген еді. Сиран Салиев минареге мұнып, янғаратқаштан тінтублер ақында илян еткені үшін инсанларының диққатыны желп еткендір. Эльвина Сидбулаева, Заман, АТР. Адвокат Эмиль Курбидинов экстремизм малюматларны тарқатувда шекленіп, яқаланғандар. Курбидинов Эдем Семедляевнен бәрабер Сиран Салиевге евене кеткенлерінде Қырымдаки ДПС хадимлері тоқтатқандырлар. Бұндан сон нелер олды, келіңіз бәрабер бақайық. Эмиль Курбидинов ве Эдем Семедляевнің маскалы веселялы шақыслар яқалағандыр. Адвокатлар Бақчысарайда Салиевнің қоғантасында кечірілген тінтуфге ашыққан екенлер. Приехали в масках. Маскалы екі кіші мен білесем олар Эдем Семедляевны яқаламаға тырышачақлар. Задерживают Эдема Семедляева. Мұна енді Эмильні яқалайлар, она бір шейлер айталар. Что-то ему там предъявляют. Семедляев қойып еберілгендір Курбидиновны есе экстремизмге қаршы күреш мерkezіне алып кетіргендірлер. Она қаршы мемори жинайыш açılғаны бел олды. О экстремизм материаллары тарқатмақта қабатлана. Его
Оны канун бозууда кабатлайлар. Демек о экстремизм мундережели малюмат дагыткан экен. Моделин максималь жазасы 15 күн апысты тутулуыдыр. Курбединов учил версі Фейсбукта малюматны таңқатмақта қабатлана о заман ярамада Украина еркянына кіреді. Адвокатқа емер кезінде сұрақ кечірген вақытта, оның евінде силялы шақыслар тінтувлерін кечіргендір. Бұны адвокатын омыр ақадашы, екі күчік баласы ве анасы незарет етелер. Анасының қан басымы көтірілгендір. Kadının yüreği yaramay. Lütfen acele yardımını çağırınız. Ребята, скорую вызовите, пожалуйста. Тенту бірқашса девам еті Эмиль Курбединовның евіне екі автозақны yol айлар. Оның қорчалаған адвокат Джемил Темишевны евге кірмесіне izin vermelер. İnsanlar advokat evge kırsın dep rica eteler. Onun için kapı yanında turam. Anda kirmege imkan vermeler. Тентовны Курбединов çalışkan ofiste de keçirelер. O Edem Semidляевнен beraber çalışam. Тинту yekünlendi. Bağınız her şeyini darmadağın ettiler. Olar техника ve mecmualarını özlerinden beraber alıp kettiler. Tutulhan advokat Эмиль Курбединовны Ахмечетеке железнодорожный район mahkemesine alıp keteler. Onu 10 күнде аписте tutacaklar. Эльвина Сидбулаева, Шевкет Наматулаев, Zaman, АТР. Крым татарларға қаршы репрессиялар арттырылажағы үшін шымды адвокатларны yok етелер. Бөле фікірні адвокат Николай Полозов білдірді. Түневін ФСБ хадимлері оны хырсызлап, Эльми Умеровның іші бойынша соравдан кешірмеге істегенлер, ләкин о қаршы шыққандар. Межлис рейсі Рифат Чубаровның фікірінже бойле әрекетлер Крым татарларға қаршы кешірілген интиқамдар. Видно, что оккупационные власти преследуют сразу несколько целей. Ишгалжилер акимияты бірқач мақсат қойғандыр. Әм Қырым татар милетіні, әмді Қырым татар адвокат топлылығыны қорқызмақ ве олар бұл шекілде интихам алмақталар. Мы ожидаем новый. Қырымда репрессиялар артажақтыр. Шу себептен Русия акимияты илкевелі құрчалайжыларына yok etмеге істей. Эмилге низбетен жинай иш ачыла білгеніні истисна етмейім. Адвокатлар федераль палатасы сусып тұрған вақыт Русия силялы қоветлерінің еллері чезіле. Украина ватандашы олған Қырым татарларына басқы арттырылажақтыр. Межлис азаларына қаршы да жинай ишлер ачыла біле. Бұл репрессиялар башланмастан әвел адвокатларны темізлейлер. Безперечно, це викликає страшне занепокоєння. Бу bizни rahatsızlay. Biz işgalci hakimiyetinin hareketlerinin asla razı değiliz. Advokatlardan biri Rusiya vatandaşı ve ona karşı yapılgan hareketler Kırım'da 3 yıl devamında yapılgan korkutuv siyasetinin yanı seviyede çıkanını göstermektedir. Kırım tatar lider, dini falcı, mustakil jurnalistler ve advokatlarına baskı yapılganını görüyoruz. Незалежних журналістів та адвокатів. Аман-аман уч елевелсі Русия işgalindен сон Қырымдан 30 бенге яқын Қырым татары көчіп кеткендір. Бұл ақта Межлис биян еті. Риза Шевкиевнің білдіргеніне көре Русия тарафындан Қырым татарларға қаршы япылған басқыларны геноцид деп саймақ мүмкін. Межлис азасы Гаяны Юксел ярмада işgalindен бір ел кешкен сон ғайып ве өлдірілгенлер сайысы 24 адисені тешкил етмектедір. В общей сложности в первый год, İşgalin birinci yıl devamında yarımadada 24 aktivist hırsızlanған, öldürgen ve joyulgandır. Onların arasında hem Ukrayniler hem de Kırım tatarları var. Вот подумайте, какое могло быть влияние на наш народ, когда... Түсінде bakınız, eğer bir insan hırsızlansa, ona azap çektirilse, bizim milletimizge olar nasıl tesir edebilirler. Bu insan hakimiyette karşı çıkar, yani milletimiz referendum günü karşılık göstermesin deyip yapıla bular. Avropa Şurasının Parlament Ассамблеясы Русияны Украина территориясында yapılған террористик әрекетлері үшін қабатladı. Бұл пасы қабыл еткен декларациясының нәтижесідір. Оның муэлифі Мустафа Джемилевнің сабық меслячысы Украина халық депутаты Георгий Лагвинскийдір. Пасыды бірлешкен сол күчлерінден ғайры саяси группаларының депутатлары Русия тарафындан Украина халық депутаты Антон Геращенкоға yapılған басқа әрекетлеріні такбих еттілер.
Да яхшы аят тапмақ үшін Түркия сайламақ. Ярамаданын қорчаламасы үшін арсланларыны азырлаған ве Крымская весна мұхлесі олған Олег Зубков Түркия ватандашылығыны алмақ ниетінде. Сафари парк Тайган муавины бұтын керек весиқаларыны йоллап Түркиенен музакерелер кечерген екен. Демек Истанбулда яны зоопарк açılacak. Мега Тайган паркы президент Эрдоган оғлына ет ширкет тарафындан құрылacak. Бұл ақта Зубков озы білдіргендір. Егер мында да паркларны, олсын Солнышко айванат бақчасы, Қарасу базарда Егленжелі паркны, яда Ақиярда Қапланлар паркны құрмаға имкан олса, бұны япаджам. Лекін 3 yıllık ameliyat шуны көстереки bu olmay ve келечекте olacak mı yok belgisiz. On devletlerden men Türkiye'ni seçtim. Çünkü o hem teritoriya boyunca hem de hakimiyetinin yanaşkanın yan kelişi. Men Kenne'de tolu yaşayış yaşayım. Mahkemelerge katnamayım, sevimli işnen uğraşam. Қыдырып құртармақ. Крымсос фальджелері Қырымда ғайып олған шақысларының тақдирлері ақында қатырлатмақ үшін Киевдеки Русия елчіханесі огыне шыққанлар. Бұл сене жедвелге дайеки сояды yazıldı. Тапсилатлы Роман Спиридоновның левхасында. Фальджелер Қырым контуры үстіне левхаларны япыштыралар. Олар üzerinde Ярамадада ғайып олған инсанларының соядлары бар. Олар арасында 2014 сенесінің бар мевсімінде ғайып олған автомайдан иштиракчылары бар. Иван Бондарец, Валерий Ващук, Василий Черныш, Украина ветішкелятының эсасчылары Тимур Шаймарданов, Весеран Зейнедин. Бұлар Қырым-татар ұқық құройжысы Абдурешит Джипаровның оғлы, ветурыны Ислам Джипаров, Веджевдет Ислямов. Бұтын дүния Қырым-татар конгрессінің ижра комитет азасы Эрвин Ибрагимовдар. На территории Крыму проводится Қырым топрағында біздер үшін белі олмағанда чок инсан ғайып ола. Шымдылық біздер 15 инсанның нерде болынғаныны білмейміз. Ижғали вақытында 38 инсан ғайып олды. Петров Иговскийның оғлы Валентин, оны 14-ші сенесінің март айында 2 hafta бойынша ғайып олған шақыз деп есапланайдылар. Sonra o Ахмежит аписханесінде тапылды. Валентинның жасуслықта қабатлап, 11 yılға қадар сербесліктен марум еткенлер. Країну, на яку він шпигував, нібито не встановив. Анги мемлекет үшін жасуслық япқаны белі дегіл. Дава қапатылды, махкемеде не акимиет, не де айле тарафындан кімсе yok еді. Яни бөлгелеген маддеден ғайры ичбір шей белі дегіл. Русия Федерациясының прокуратурасына yollanılған мектуплерден сон Крымсос тешкелятына ғайып олғанларының ишлері насыл етіп қыдырғанлары ақында Қырымдан хабер келді. Бір чоқ адамның қыдырылмағаны белі олды. Мисал оларақ автомайдан фальджилеріні қыдырмаға беле башламағанлар. приостановлено было по Шаймарданову. Шармайданов, Зинеддинов, Арисланов, Апселямов, Джипаров ве Ислямов буынжа қыдырулар тоқтатылды, чүнки қабатлы олған шақыслары тапылмады. Иван Бондарец, Василий Черныш ве Владислав Ващукны алсақ, дава ишлерінің асла açılмағаны бели олғандар. И Владислава Ващука, то дела вообще не были возбуждены. Крымсос адлиежілеріне бұл сене ғайып олған инсанлар ақында да белі олды. Қырымда яшаған Өзбекистан ватандашы Мурат Каримов январь айының 17-сінде Украинаға yol алғанда ғайып олғандар. Ве Қырымдан көчіп келген Искендер Ибрагимов. Исселядан сон о Винница велетінде яшайды. Иш ортағынен көрішу үшін кеткенде Москвада ғайып олғандар. Роман Спиридонов, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Бұл бізім соңки хаберіміз еді. Бойсынмағанлар еле олыңыз. Қайырлы ақшамалар.